Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Менің есімім Айнұр Ерниязова. Мен Жұлдызай бөлежайының қазақ тілі маманы боламын. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында ұлттық ойын даналық үстел ойынын қалай ойнайтынын көрсететін боламын. Аяна, қазір маған қалай ойнайтынын көрсететін боламын, иә? Мына блокты алып жатамын. Қандай сан шықты? Жақсы, 5 саны шықты, иә? Енді біздер мына күйес сегізмен 5 рет жүреміз, иә? 5 рет қадам жасаймыз. Кәне алдырақ 5 қадам жасаймыз. Жақсы, енді аша қойып. Өз басында не жасырып өткен қандай ойын жасырып отыр? Қандай ұлттық ойын? Қарашы керекті. Қандай ойын? Не істеп жатыр балалар? Асық. Асық ойын, иә? Жарайсың. Жұлдыз саны шықты, иә? Енді өзің білесің, қайсын таңдасан да өзің еркінде. Қандай мына жерде қай оюды таңдайсың? Қайсын ұнап тұрсың? Тұрып аша ғой. Не мына ненен суреті? Қандай сурет? Асықты, аға, қандай асық? Түсі қандай? Алтын асық, иә, жақсы, алдында қарай ғой. Не жасырып тұр мына жерде? Қандай сурет жасырып тұр екен? Салуы, бесікке салуырасың. Жақсы, енді ата-анамды көрсеңіздер. Сен қызына түсіндіре отырмын. Онда түсінбе? Онда түсінді? Тағы да бізде алтын асық түсті. Алтын асық түсті, тағы да менің астын ашамыз. Қандай ойы мына? Жеті алаң. Да, балдар қараш аяны, балдар асық ойнап жатыр да, асық ойнап жатыр ішінде. Енді аяна сен балдар қабырға түсті. Мына жерде 3 сан түсті. 3 рет секіралым жерге бастап. Сана. 2 аша ғой, аша. Қандай тағам? Ұлттық тағам. Бауырсақ. Жарайсың. Ал енді жаттығу жасап жіберейік. Қолымызды созамыз алға қарай. Үй жағдайында қандай жаттығу жасауға болады екен? Қолымызды созамыз. Кәнекей. Енді дауысын қосуға болады да мына жерде, да? Бала. Қайталаймыз. Бала, бан. Кәне қайсы алақан. Саусақтарын әйбат, былай ойна. Шапалақтаймыз, жақсы.